Ты теперь должна жить для себя деген әңгімелер кетіп жатыр. Хватит тебе жить для других дегендей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жәннатқа ең бірінші кіретін менмін дейді. Сөйтіп мен жәннатқа кіріп бара жатқан кезде бір әйел заты иықтасып қалады дейді менімен. Қосарласып. Сосын айтамын дейді, сен кімсің деп. Мен сондай бір әйелмін, күйеуім қайтыс болғаннан кейін, ажырасқаннан кейін бірнеше балаларым болып, мына жүзімде, тәнімде барлығы сол балаларымның жолында қарайды дейді. Соларға салдым деп отыр ғой енді. Мықты адамдар қып жасап шығару үшін. Сондай бір әйел адам, ойлаңыз, пайғамбарымызбен жарысып кіргелі тұр. Сондықтан байқаңыздар, пайғамбардың коучы, есіңізде болсын, Алланың тарапында қыл. Әйел бол, еркек бол, жас бол, күйеуге шыққан бол, күйеуге әлі жағы шықпаған қыз бала бол, ер жігіт бол, қандай бол, пайғамбардың тарапында қыл. Мына замандағы ең маңызды күрес осы.